Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте дәмді маклюбе тағамын дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдымен осындай етімізді жақсылап турап аламыз. Кез келген ет жарай береді. Одан соң сәбізді жуып тазалап, осылай домалақ күйінде тураймыз. Әрқайсысын бөлек-бөлек ыдысқа салып қойған дұрыс. Енді картопты да тура сәбіз турағандай домалақ көлемде турап аламыз. Пиязды да солай тураймыз. Табаққа салғанда өте әдемі көрінеді. Ең бірінші табамызға май құйып, қыздырып, сәбізімізді майға осылай қуырамыз. Екінші шетіне аударып отырып, осылай қуырып аламыз. Сәбізді қуырып болдық. Ендігі кезекте сол майға картопты да қуырамыз. Осындай әдемі болып қуырып жатыр. Осы тағамға керекті ингредиенттердің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Картопты болдық қуырып. Тағы да сол майымызға етімізді қуырамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Тұз саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, қара бұрыш саламыз. Және осындай қазанымызға күрішімізді салып, астын жағып, шамалы тұз саламыз. Майсыз қуырамыз күрішті осылай. Басқа ыдысымызға пиязымызды ең астына осылай орналастырамыз. Қуырылған етімізді орналастырамыз. Екінші. Өте әдемі болып шығып жатыр. Үшінші кезекте қуырылған картопты орналастырамыз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, менің каналымның ары қарай дамып жылжуына атсалысыңыздар. Шамалы тұз сеуіп қоямыз. Төртінші кезекте сәбізді осылай әдемелеп қойып шығамыз. Бір-бір қабаттан ғана қоямыз. Тағы шамалы тұз септім. Осылай күрекшенің көмегімен тығыздап, нығыздап, ең соңында қуырылған күрішімізді қойып шығамыз. Қайнаған суды құямыз.
Міне осылай шамалы асып тұруы керек. Қайнаған су күріштен осылай асып тұруы керек. Және бетін жауып 30-40 минуттай баяу отта пісіреміз. Біздің тағамымыз піскенше бетіне себетін және қоятын салатымызды дайындаймыз. Ең бірінші көк пиязды турап алдым. Қиярды осылай 4 бұрыштылап турап, қызанақты да тура сол қиярды турағандай турап аламыз. Барлығын жақсылап осылай ыдысқа салып араластырамыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Маклюбе тағамымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Барлығы пісті. Ингредиентінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Осылай әдемі болып шығу үшін, формасын бұзбау үшін біз осындай ыдыстан ыдысқа салуды жөн көрдік. Мендегі үйдегі ең үлкен табақ осы болғандықтан осындай ең үлкен табағыма осылай салдым. Міне біздің маклюбе тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Салаттардың ортасына айран қосып ішсеңіздер де болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар.